қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен бірге Егіздер деген сериал болатын болады. Достар, сериалды көрмей тұрып тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше бастаймыз. Так, тұрайық. Мә күшті иіс шығып жатыр ғой, ас бөлмеден. Бар келейін ба? Жарайды, бірінші Алиманы оятып алайын. Алима, тұр. Таң атты. Ау, я тұрдым. Сен не әдет таң атып тұрғызтып алатын? Енді таң атты, түске дейін ұйықтай бересің бе? Таң атып тұрған пайдалы. Пайдалы. Бүгін қандай киім киеміз? Білмеймін. Енді менің айтқан киіміммен киеміз. Мысалға мен мынандай киім киеміз десе киесің. Кеше сенің сондай жаман бір киіммен киіст қойдың ғой. Енді онда мынандай көйлек киеміз. Жарайды. Так, менде ол көйлек бар екен. Бұны қыдырғанға киік та. Не киеміз? Мынаны кие салайықшы. Бірден айтпайсың бай. Жарайды. Кидік ал. Не? Жүр болды, тез барақ. Кухнядан күшті иіс шығып жатыр. Қыздар деймін, жүріңдер. Анашым, біз келе атырық. Бәсі, тез келмейсіңдер ма? Кім кофе, кім шай ішеді? Ама, мен кофе ішем, мен де кофе ішем. Жарайды, екеуін кофе ішесіңдер. Так, қызым ма? Айтпашы, анашым, әкеліміз қайда? Әкелерің жұмысқа кетіп қалған. Жұмысқа кірді ма не? Новый бизнес бастады ғой. Құтты болсын. Жарайды, әкелерің кеш келді, сондықтан да өзіміз шешеміз әкелеріңсіз. Жарайды. Так, бүгін демалыс білесіңдер де, каникул. Анашым, білеміз. Бүгін каникулдарыңды қайда барасыңдар? Мен бүгін өзімнің құрбыммен бірге қыдырамын. Мен әдеттегідей үйде бірнеке ойнап отырам. Қызым, осы сен күнде шықпайсың, Алима қызым. Ой, мама, маған скучно. Маған далаға шыққан ұнамайды. Жүреді, онда тамақтан жеңдер. Күшті емес пе, таза ауа. Қош, сен ақыл үйретпей отыршы. Мен вообще-то ақыл үйретіп отқан жоқпын. Болды, қыздар, бір сөйлесіңдер. Соншама сөйлейтіндеріңіз. Жарайды, мама, рахмет. Анашым, рахмет, тойып кеттім. Ай, қыздарым-ай. Так, наяқта тез-тез жинап сайын. Так. Ана қояқ. Все. Кел, флеш-тесін ойнайсың ба? Қайдағы мен флеш-тесін ойнамаймын. Мен сурет саламын. Ой. Ал мен болсам бірдеңке ойнайыншы, жөстік ба бірдеңке. Такс. Негізі бұл телевизор сенікі емес. Ой, білемін, не болды, ойнағымыз келеді ғой. Алима, сен осы ұлға құсайсың ше? Бәй, сөйлей бермеш. Давай, атсай, өй. Давай, өй. Той, айқалама, жаздыртпадың ғой. Ой, кет шыр. Давай, той. Хоть даусын басасын, баспаймын. Такс, былай, давай. Той, жарайды. Мен кеттім, далаға шығып келім, ішіміз кетті. Ішін шығасың ба? Шықпаймын. Той, шықшы, пожалуйста. Шықпаймын. Той, шықшы. То қазір көрсетпеймін. Шықшы, пожалуйста, шықшы. Шықпаймын дедім ғой, шықпаймын. Той, шықшы деп тұр ғой саған. Пожалуйста, шықшы. Шықпаймын, болды, шықпаймын. Кеттім, сен айтайын келем. Жұмыстан шаша кеттім ғой. Так, тез-тез өтуға кірейінде. Не отыр екен көрейік. Кеттім, сен әкеме келем онда. Әкем, не олды қызым отыра ғой мұнда? Айт бәрін түсіндіріп, не болып қалды?
Ана кім Алимаға айтыңызшы, далаға менімен бірге шықсын. Мен просто өзім жалғыз жүрсем ішім садым. Енді не подружкаң қайда? Олар ауылына кетіп қалған. Қызым, ауыл демекші, сендерді ауылға жіберейін ба? Мен бармаймын ауылға. Қазір. Анасы, не болып қалды? Ойбай, тесесінен Алимаға айту керек. Ауыл демекші, қыздарды ауылға жіберсек не болады? Каникул кішкене барып кесін ата жүрсіне. Ой, білмеймін, олар өзі біледі. Бірақ жарайды, бара берем, ештеңе. Алима, не болды? Адам шошыттың ғой, не болды? Бізді папа айтады, ауылға барасыңдар ма дейді. Не? Мен ауылға болмаймын. Сол ғой, мен де барым демедім. Бірақ апарпайтын шығар, я? Мама жібермейді ғой, по-любому. Бірақ. Берші, менде қызық болып кетті, ойнағымға кетті. Жарайды, келма, қазір саған розовыйын берейін. Давай. Атсай. Той болды, менің көзім ауыр кетті. Так, не істесем болады? Пожалуйста, далаға шықшы. Той, қайттан бастадым, шықпайым дедім ғой. Шықпасын, шықпай-ақ қойшы. Соттың көріп отырам. Той, менің ішіміз кетті. Алина, не болды? Далаға шығып келекші. Той, айтпайсың ма енді? Уже кеште батып кеттік қой. Той, шығайықшы. Кет жар, шықпаймен. Той, шығайықшы. Шықпаймын. Шықпайым дедім бе, шықпаймын. Өзің ғой және шықпай қойған. Шықпасын, шықпай қойшында. Айтпақты. Мен қазір подружкаларым үйде ғой. Қазір солардың етемде пападан ақша сұрап, магазинге бар келу керек. Сөйтейінші тез. Әке, ау қызым, не болып қалды? Әке, өтініш, маған ақша беріңізші. Ақша? Оны сен анаңнан сұрасай бар. Анаңнан сұра, анаң береді. Той, жарайды. Анашым, не болды, не сұраған кепті, тез айтшы. Анашым, өтініш, ақша беріңізші. Не істесін оны? Подружкалармен құрттайын деп едім. Әкеңнен сұра. Жарайды. Әке, анашым айтады, әкеңнен сұра дейді, сізде бар ғой деймін. Беріңізші. Ой, қазір беремін. Мына ақша саған. Вау, әке, рахмет. Оқа шоқ бар. Кеттім, сіз кейін тағы бір келім. Ана ақшаны кім берді саған? Не болды? Әкем берді. Не істейсің ол ақшаны? Подружкалармен магазин сондай құрттам. Подружкалармен құртқанша маған құртпайсың ба? Той, кет жар. Сөйлеспеймін семен. Сөйлеспей ақ қой. Так, мен мына кес қойшы. Күн суық қой айтпақты. Кеттім. Той, Алима, пожалуйста, мен де барайыншы. Пожалуйста. Жарайды, егізімсің ғой, бар кейін кел. Рахмет. Так, мен де тез киініп алайын. Так, мынды киіп алайын. Дайымын, жүр. Үй тоқтыңдар, қайда кеттіңдер? Анашым, біз неге кетіп едік? Далаға шық келен деп едік. Анашымыз далаға шық келен деп тұрық. Кеш кемеңдер, жарай ма? Жарайды. Достар, бірінші бөлімі ұнаса, екінші бөлімін күтіңіздер. Тіке лайк басуды ұмытпаңыздар. Всем пока.